бір жігіт жазған, Кореяда жұмыс жасап жатыр дейді да. Табатын сол 1,5 миллион теңге ғой енді. 1,5 миллион теңге аны Қазақстанда табуға болады. Мен айтамын ғой, вот жарайды сен қазір таптың, ақша жинадың, не істейсің деймін ғой. Енді менің ойымша, енді бизнесмен ретінде, кәсіпкер ретінде ол ақшаны есейтіп, өсетіп жаңағындай басқа бір пассивный доход ашып деген сияқты, немесе бір затқа вкладывать етіп, ол ақша жаңағы сенен жұмыс жасайтын деп ойлағанмын ғой. Ол айтады, оның ответіне мен шокке болдым да. Мен Кореядан келем дейді. Кореядан келген соң жаңағындай лопатамен жұмыс жасап, короче, поледа пахать етемін дейді да. Я говорю, қайдан шыққан десем, өткен мен әкем всю жизнь лопатамен ақша тауып, короче, солай поледа пахать етіп жүрген дейді да. Табатын тиын тебен дейді да. Понимаете, сол кішкентай бала сол картинаны көріп, в любом случае өскен кезде сен сол жаңағындай хочешь не хочешь, пока сен өз-өзіңмен жұмыс жасамағанша, сол әкеңнің, атаңның, ата-бабаңның жасаған тірліктерін жасай бересің. То есть установка все равно влиять етеді да. Көп адам ойлайды, неге қайдағы установка, қайдағы түп сана деп қараңыздар. Мысалы, адамның миы күніне бір бізден тыс, логикаға тыс өте көп решениялар қабылдайды автоматты түрде. И сол сіздің установкаңызға байланысты шешім қабылдайды да. Егер сен ақша қолың кіріп болса, постоянно келетін ақша қолың кіріп болып кете береді. Егер сен все вокруг мошенник, только мен ғана красавчик болсам, бәрі сен үшін жаңағындай BMW-мен жүретіндер, Mercedes-пен жүретіндер, жақсы өмір сүретіндер, сенен күшті өмір сүретіндер, как будто бәрі жатып шыққан, бәрі мошенниктер, бәрі алаяқтар деп солай санайсың да. Бірақ өзің ғана красавчиксің. Сөйткені сен сондай бір убеждениемен өмір сүресің да. Сол убеждениемен жұмыс жасау үшін алдағы уақытта, кстати, біз осы 3 күннен кейін интенсивті организовать еттік. Ақша, қарым-қатынас, денсаулыққа байланысты кім қатысып келеді? Бағасы всего лишь 5,5 мың теңге. 3 күн кәдімгі живой форматта осындай техникалардың бәрін беруге тырысамыз. Поэтому астына номер қалдырып кеттік. Көмекшіңе шығыңыздар, Анар ханымға. Сіздерге толық ақпарат береді.